Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бефстроген тамақтың рецептімен бөлісетін болам. Өте дәмді болып шығады. Үйіңіздегілер бір жегеннен ғашық болады, қайта-қайта жасап берулеріңізді сұрайтын болады. Ал кеттік, бізге ет қажет болады. Етімізді майдалап, то есть жаңағыдай салон кетіп турайтын боламыз. Және де біздің етіміз қалың болып кетпеу керек. Орташа есеппен көзбен мөлшерлеп осылай турап шығатын боласыздар. Сосын бұл жерде жаңағыдай етіміздің майы көп болмау керек. Керегі бізде қара етпен жасалынады, сол себепті соған да мән беріңіздер. Осылай барлық еттерімізді турап алғаннан кейін пиязымызды турайтын боламыз. Пиязды тура видеодағыдай етіп турағанға кеңес беремін, өйткені майдалап турасаңыздар, жаңағыдай етте де қуырылған кезде тез өліп, жаңағыдай ірі болып шықпайды. Әсіресе балалар жемей қояды, мына үлкен пияздарды, сол себепті осылай майдалап турасаңыздар зор болады. Сосын мен 2 пияз қостым. Мына жерде сіздерде енді пиязы көп болса, тамақ соншалықты дәмді болады. Пияз көп ұнатпасаңыз, бірақ пияз қоссаңыз да болады. Бірақ пияз еттің тез пісуіне көмектесетін болады. 2-3 штук сарымсақ, яғни чеснок қостым. Осылай майдалап турап жүреміз, еттің дәмін ерекше келтіретін болады. Немесе жаңағыдай осындай сарымсақты өзінің мыжатын аппараттарымен мыжбасаңыздар болады. Бірақ маған пышақ ыңғайлы, тез-тез осылай турап аламын. Міне барлығын турап болғаннан кейін осылай үстінен тағы да майдалаймын. Сонда жаңағыдай балалар әсіресе тағы да айтамын, балалар жемей қояды, сол себепті мен осылай барлығын майдалауға тырысамын. Енді майымызды құйып, қызып тұрған табамызда етімізді қуырып алатын боламыз. Біздің ет жақсылап қуырылғаннан кейін барып осының үстінен пиязымызды салып қуыратын боламыз. Міне біздің етіміз қуырылды, өзінің сөлдерін бөлді. Енді осының үстінен пиязымызды салып, пиязымыз өлгенше қуыратын боламыз. Осының үстінен қазір тұзымызды, бұрыштарымызды қосып жіберетін боламыз. Етіміз бен пиязымыз әбден қуырылғаннан кейін осындай шампиньондарды қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде консервный түрін қостым. Негізі свежий түрі қосылады, сол себепті свежий қоссаңыздар да болады. Енді осының үстінен сливкиімізді құямыз да жақсылап бір араластырып аламыз. Немесе дәл осының үстінен суды, 1 пиала суымызды құйып араластырып алып, бетін жауып пісіретін боламыз. Бетін жауып 1 жарым сағатқа пісіретін боламыз. Оттың астын жай қоямыз, өйткені біздің суымыз тартылып, асты жабыс қалмасын, соған да мән беріңіз. Өте жай қоямыз. Қараңыздар, піскен кезде осындай реңге өзгереді. Дәмі де, сливкидің дәмі де шықпайтын болады. Өте керемет болып шығады. Енді гарнирге кез келген түрін қолдана бересіздер. Мен күрішпен пюрені жасадым. Және де күрішке осындай кукурузды қосып, кішкене рең беріп, әдемілік беріп, балаларға жесін деген мақсатта жасағанмын ғой. Енді осылай жасап берсеңіздер, балалар сүйсініп тұрып жеп қоятын болады. Пиалаларымызға жақсылап орналастырып, тарелкамызге осылай төңкеріп жайғастыратын боламыз. Пюрелерімізді салып, пісіп тұрған еттерімізді салып, тамақты жей берсеңіздер болады. Сіздерге ұнаған болса, видеома лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.